Тігейін деп атқанымыз мына юбканың арт жағындағы вырезы, я шлица дейді. Мынау арт жақтағы тігіс. Бұл жай макет, қыздар. Бұл арқасындағы мына юбканың шлицасы. Мынау арт жақтағы тігісі. Осыны тігіп шығамыз. Енді мына тігісті ашқан кезде шлица бізде былай бүйтіп тұру керек артта, иә? Мына намаз оқығандағыдай оң қолы үстінде болу керек та. Естемізде осылай қалсын. Мына тігісті бірінші ашып үтіктеп аламыз. Мына түйреп алайық та, былай. Мына тігісті қазір ашып үтіктейміз. Бірақ ашып үтіктеуге бізге мына жер кедергі жасайды. Сондықтан мына жерді просечка жасаймыз. Тігістің ұшына дейін. Кейіннен бұлай ашып үтіктеп аламыз. Мына жақты оверлоктап алсаңыздар болады. Осы жерді қазір үтіктеп алайық. Енді мына үтіктеп алдық. Мына жердегі тігісті осылай жатады. Мына шлица осылай жатады. Мына жерді де үтіктеп алдым, тегіс болып шығу үшін. Енді не істейміз? Енді етегін бірінші тегістеп аламыз. Себебі үтіктеген кезде кішкене мата қисайып кетеді. Тегістеп алғаннан кейін мына линейканың ширинасымен былай сызып аламыз. Мына жақты оверлоктап былай 0,1 тігеміз. Себебі астар болмайды бұда. Астар болмағандықтан осылай 0,1 тігіп шығамыз мына жерден. Зигзаг операциясын жасап, зигзаг қаламысыншы қыздар көрсін. Зигзаг 1 мен 2-нің ортасы мына жер. Мына жақтарында зигзаг операциямен жасаламыз. Всегда тігісті бастаған кезде мына жіпті тартып тұрамыз. Сол кезде ол ішіне кіріп шайнап кетпейді. Тіккенімізде жіптерімізді тазалап отырмыз. Енді мұны. Енді осы жерді бұлай 0 тартып. Осы жермен 0,1-мен тігіп аламыз.
тура үстінен түсіп көрініп отыр ма? Мына көрдіңіз бе, мына жіпті тартып тұрсақ, сол кезде шайнап кетпейді. Ойбу, зигзаг істеп жатырмын. Зигзаг істеп жатырмын. Сол кезде шайнап кетпейді. Б ол тоже тегіс тігіс, бірақ мына жағында болады да ол. Сол кезде жолымызға қараймыз. Мына жермен екі лапканы ортасынан тігеміз, осы жолға қарап. Мынаны Б-ға қойғаннан кейін сол кезде тегіс шығады да тігіс. Всегда тіккен кезде жолға қарап тіксек, тегіс шығады. Мына жолдар да осы үшін арналған. Жолға қарап тігеміз, машина айдағандағыдай. Қатқаннан кейін қисайып. Енді бұлай болады негізі. Или клеевоймен жабыстырып тастауға болады, е? Кейіннен мына жері. Мына жағын так рассечка береміз. Рас екенін білеміз сол кезде. Мына рассечкадан осы үтіктеген жерімізден сызып аламыз. И бағанағы линейканың ширинасымен сызып аламыз. Шығу үшін ба сонда? Сөзде ішінде таза болып тұрады да ол. Қайтадан аға қоямыз. Не үшін? Мен уже үйренгем да осы. Тура ортасынан тігеді да. Направляет жоқ. Всегда тігісті артқа беріп отырса. Сол, вот именно соны істемеймін, оны сіңген ғой. Әдетке айландыру керек. Содан кейін сетінейді. Шығып кетеді. И кейін мына жерден бұлай бұрышқа дейін қиып алып тастаймыз. Сонда болмайды, ештеңе болмайды. Бұрышы мына шығады. Кейіннен бүйтіп көріп аламыз. Үтіктеген кезде мына перекантовка дейді. Перекантовка матаның сыртқы жағы іште көріну керек та. Іштегі мата бүйтіп шығып тұрмасын, ол қате да. Бүйтіп тұру керек та, сонда көрінбей тұру керек. Осылай үтіктеп аламыз. Кейін қайтадан міне. Қайтадан жаңа не шығады? Новый. Бәрібір қанша линиямен істесең де, бәрібір 2 миллиметр көтеріп кетеді. 2 миллиметрмен бүйтіп текстен аламыз. Енді мына жақты үстінен тігіс жүргізсек те болады. Или ішінен клеевая ткань болады, осы жабыстыратын. Клеевоймен жабыстырсақ та болады арасын. Немесе көрінбейтін тігіспен тіксек болады. Қазір көрінбейтін тігісті көрсетем сіздерге. Сүйреп аламыз да, етек жағын. Полностью. Көктеп отыруға уақыт жоқ. Осылай. Немесе үтіктеп алсаңыздар да болады. Әдемі жатады сонда. И мынау мына жақтан бастаймыз. Көрінбейтін тігіс ол кейіннен клей ұқсап ажырап кетпейді да. Мына бір жібін мына жерден іліп аламыз. Кейіннен бір жібін мына жерден ілетін боламыз.
кейін қайтадан бір жібін мына жерден ілеміз. Бір жібін мына жерден ілеміз. Сонда ол мына жақтан да көрінбейді. Мына жақтан да көрінбейді. Мына жақта енді зигзаг операциямен жасап аласыздар ғой, немесе оверлокпен да. Кейіннен осылай қол инемен тігіп алсаңыздар болады. Сетмемитта фабрикаларда бұны специально үстіп тігетін машинкалар бар. А біз үйде бірақ жібін ғана ілеміз. Міне машинка көрдіңіздер ме? Бірақ жібін ғана. Сонда ол мына жақта да көрінбейді. Мына жақтан да көрінбейді. Көрдіңіздер ме? Жоқ. Кейіннен үтіктеп аламыз. Осылай тігіп шығамыз. Юбканы айландыра осылай тігіп шықсақ та болады. Сабақтамен, машинкамен тігіп шыққан тегіс қылып былай тіксеңіздер де болады. Өте әдемі көрінеді. Тігіп алдық. Қайшымен қиып тастаймыз. Мына жақта да дәл солай жасаймыз. Кішкене бүйтіп мынаған іліп аламыз, мынау салбырап тұрмайды сонда. Бәрін осындай түстес жіппен тігеміз бәрін. Қызыл жіп болса, бәрі қызыл жіппен болсын. Кішкене розовый, кішкене ақшылда ондай болмайды. Сапасы түсіп кетеді. Мына жағында осылай тігіп аламыз. Кейіннен осының бәрін тігіп алдық. Енді үстінен не істейміз? Бұлай болды шлицамыз. Мына жақтың бәрі таза. Мына жақ тігіс болады. Немесе мына жақты да тігіс бермей, осындай тігіспен тігіп шықсаңыздар болады. Көрінбейтін тігіспен, сол кезде мына жер таза болады, тігіс болмайды. Енді осы жерде шлица біткен жерден бұлай кішкене қисықтау қылып сызып аламыз. Сызып алып, түйрегіштермен қадап, сосын тігеміз. Қайта-қайта осы жерге келіп сұрақ бола береді, шлицаны онша көрінбейді. Бордовый болғандықтан ба, жік бордовый болғандықтан ба, сол жер кішкене андай. Білмей қаласында ол нюанс. Қай жерден түсінбей қалған қыздар. Осылай тігіп аламыз. Тігісті артқа беріп отырамыз. Сол кезде сейіт немейді. Мен басыма қиып алып сол. Оны әдетке айландыру керек. Шлицамыз дайын. Әтеге басқа түстес жіппен тіктік. Содан кейін осылай болып тұр ғой. Разрез ба. Вот тебе и шлица. Негізі мынау жіп тігіс болмай, қолмен тігіп шықса, более аккуратный болып көрінеді. Мынау барби болғаннан кейін жаңа трикотажный ғой. Мына жер кішкене билеп кеткен, мына жер билеп кеткен тігістен. Негізі бәріне потайной істеген жақсы көремін негізі. Болды осылай.